Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі мастер-класста біз осындай әдемі следи тоқуды үйренетін боламыз. Следи тоқу үшін мен осындай екі түсті таңдадым. Тоқуды біз өкше жағынан бастаймыз, табан жағынан бастап жоғары қарай. Міне менде 11 цепочка болды. Ең бастысы тақ санның көлемінде шығу керек. Менде 11 болды. Мінекей осылай өлшеп аламыз аяққа. Мынау менде бір столбик дайын. Жіпті крючокқа іліп аламыз. Келесі столбикке. Осылай толық қатарды тоқып шығамыз. Бірінші қатарды тоқып болдық. Енді екінші қатарымыз. Келесі столбиктің крючокты өткіземіз. Екінші бүйірінен шығарамыз. Жіпті тартып алып шығарамыз да. Келесі столбик жіпті айналдырамыз. Енді арт жағынан өткізіп, мінекей, былай қарай артынан әкеліп, осылай оң және теріс столбиктер тоқимыз. Бері қарай шығып тұр, мынау төмен қарай түсіп тұр. Келесін осылай соңына дейін тоқып шығамыз. Не осындай болып шығады. Екінші қатар. Екі шеткісі, мына шеткі мен мына шеткі екеуі бірдей болу керек. Бірдей болып аяқталуы қажет. Осындай узормен біз табанынан осылайынан табанын жерге бізге өзімізге керекті биіктікке дейін тоқуымыз керек. Табан жақ бөлігі тоқылып болды. Мінекей осылай өлшеп аламыз. Осылай өлшеп, табаннан бітетін жағынан белгілеп аламыз. Екі жағы бірдей болу керек. Мынау бізде үстіңгі бөлігі, мұның табан бөлігі. Енді екінші түстегі жібімізді алып, жоғарғы бөлігін тоқи бастаймыз. Мынау бізде столбиктердің бүйірінен аламыз. Келесісіне өткіземіз. Тағы осыған өткіземіз. Жіптіліп аламыз. Келесі бөлігіне өткіземіз. Келесі мынау столбикке екеу тоқимыз.
осылайша мына жерге біреу, келесі мынаның бойына екеу, мына жерге 1 2 1 2 деп кезектестіріп мына жерге дейін тоқып шығамыз. Міне осылай болып шығу керек. Соңғы қатарға келдім. Крючокты алып, мына біткен жағынан осыдан іліп аламыз. Мына жерден алсақ, былай қарай тартып кетеді. Сондықтан мынадан түбінен алып қоламыз. Енді айналдырып аламыз. Екінші қатарды тоқиық. Жіпті іліп аламыз. Тура мынау секілді тоқимыз. Оң теріс столбиктер. Крючокты мінекей өткізіп алдым. Жіпті іліп шығарып. Осылайша соңына дейін тоқып аламыз. Сосын өзімізге керекті биіктікке дейін тоқимыз. Екі жағын тоқып болдық. Енді следейді құрыстырамыз. Осылай қоямыз да. Өкше жағын тігеміз. Сосын алдыңғы бөлігінен мына екі шетін бүйтіп ортаға тігеміз. Сосын мына екі жартысын бүйтіп жартысына дейін тігу керек. Өкше жағын зигзагтап тігеміз. Осылай тартып аламыз. Енді алдыңғы бөлігі. Екі жағын тігіп болдық. Енді алдыңғы бөлігін тігеміз. Неге осындай ерекше следе бізде дайын болды. Резиновый, жақсы созылады, кигенде аяққа әдемі тұрады.